Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз тербелістер мен толқын тақырыптарын қарастырамыз. Бүгінгі тақырыпта механикалық тербелістер, гармоникалық тербелістер, үдеу, жылдамдық, маятниктер, тербеліс кезіндегі энергиялар, механикалық толқындардың түрлері мен қасиеті, толқын жылдамдығы, дыбыс сипаттамалары және резонанс деген жаңағы түрлерін қарастырамыз. Енді жалпы тербеліс дегеніміз не? Тербеліс, механикалық тербеліс уақыт өтуімен периодты түрде қайталанып отыратын тербелісті тербелмелі қозғалыс дейді екенбіз. Ал тербелістің өзі жаңағы периодты түрде қайталанып отыратын дәл немесе жуық және қайталанатын денелердің қозғалысын біз жаңа тербелістер дейді екенбіз. Енді тербелістер еркін, еріксіз және автотербелістер деп айтады. Еркін тербелістер дегеніміз тепе-теңдік шығарылған соң сыртқы күштердің әсерінсіз жасалатын тербелістерді және еркін тербелістер дейді екенбіз. Еркін тербелістер уақыт өте қайтеді екен, өшеді екен. Өйткені сыртқы күштің әсерінсіз болғандықтан ол өзінің ішкі энергиясы есебінен тербеліп тұрады да біраз уақыттан соң уже жаңағы бұл өшетін тербелістерге айналады екен. Ал енді еріксіз тербелістер дегеніміз ол сыртқы күштің әсерінен болады. Бұл еріксіз тербелістерге әрқашан сырттан күш беріп тұрғандықтан ол периодты түрде қайталана беретін тербелістерді еркін тербелістер дейді, еріксіз тербелістер деп атайды екенбіз. Бұның амплитудалары жаңағы бірдей болады екен. Енді автотербелістер жүйеде болатын энергия көзі есебінен жасалатын тербелістер автотербелістер дейді екен. Автотербелістерде өшпейтін тербелістерге жатады екен. Енді тербеліс амплитудасы дегеніміз не? Тербеліс амплитудасы дегеніміз мысалға қандай да бір тербелістің жаңағы ығысуынан, мысалға ең жоғарғы мысалға мына жердегі жаңағы биіктігіміз, осы тербелістің ең жоғарғы нүктесі, осы аралық бізде амплитуда деп аталады. Немесе X әрпімен белгілейміз. X амплитуда метрмен өлшенеді. Кей кезде X-ті жаңағы амплитуда А деп белгілеу болады. Мысалы, тербеліс амплитудасы қандай да бір тербелген аралықтың тепе-теңдік күйінен ығысқандағы ең жоғарғы нүктесі болып саналады. Яғни максималда тербелістің тепе-теңдік күйден ығысуын бізде жаңағы амплитуда деп айтады екенбіз. Енді жаңағы екі түрлі маятник берілсе, мысалы мына жерде екі түрлі маятник берілген, оның тербеліс амплитудалары мысалы мына аралық, жарты бөлігінің аралығы тепе-теңдік күйден ауытқып қалғандағы ең жоғарғы нүктесі амплитуда деп атады. Ал енді мына серіппеде тепе-теңдік тұрған жерден жаңағы созылған аралықты біз амплитудасы деп айтады екенбіз. Ары қарай, енді период дегеніміз не? Период сағатымен белгіленеді, секундпен өлшенеді. Период дегеніміз толық бір айналымға кеткен уақыт период деп аталады екен. Немесе толық бір тербеліске кеткен уақыт период деп айталады екен. Енді біз мына формулада периодты табу үшін уақытты сол тербеліс санына қайтеді екенбіз, бөледі екенбіз. Т дегеніміз уақыт екен, ал N дегеніміз ол тербеліс саны екен. Енді осы тербеліске қарама-қарсы шама ол жиілік деп аталады. Жиілік дегеніміз ол тербеліс санына тәуелді жаңағы уақытқа қатынасы жиілік деп айтылады. Жиілік ол герц өлшем бірлігімен өлшенеді. Оны табу үшін бірді Т-ға бөлуге болады, периодқа бөлуге болады, немесе N-ді Т-ға бөлуге болады екен. Осыны біз не деп айтады екенбіз? Жиілік деп атайды екенбіз. Енді жаңағы бізбен қарастыра қоса айтылатын не? Жаңағы циклдық жиілікте осы жиілікпен бірге айтылып кетеді. Мысалға циклдық жиілік
омега өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Циклдық жиілік. Енді циклдық жиілікті табу үшін 2 пиді периодқа бөлу болады екен. Немесе 2 пи ньюмен табуға болады екен. Яғни жиілікпен де, периодпен де табуға болады екен. Бұны бізде циклдық жиілдік деп айтады екен. Енді фи деген бар, ол фаза. Тербеліс фазасы, например, фаза. Радианмен өлшенеді. Мысалы, жаңағы тербелген кезде қандай да бір мысалға дөңгелек болса, тербеліс деп алатын болсақ. А нүктесі мен Б нүктесінің арасы мына арал бізде фиді береді екен. Фи бұрышын береді екен. Ал енді толық бір айналым жасаған болса, онда фидің мәні 2 пиге тең болады екен. Енді резонанс дегеніміз. Резонанс дегеніміз тербелістің меншікті жиілігінің тербелістің сыртқы жиілігіне сәйкес келетін жаңағы нені тербеліс жаңағы дәл келген кездегі тербеліс амплитудасының кенет жоғары артып кету құбылысы бізде резонанс құбылысын береді. Міне қараңыздар, амплитуда бірден артып кетіп жатыр, осыны резонанс құбылысы деп атайды екенбіз. Яғни сыртқы тербеліс жиілігі мен меншікті тербеліс жиілігі бір-біріне тең болған уақытта. Енді бағана айттым, жаңағы 2 түрлі маятник бар дедім. Соның ішіндегі, міне суретте, бірінші суретте, мынау математикалық маятник деп аталады. Математикалық маятник дегеніміз салмақсыз жіпке ілінген қандай да бір жүк, сол жүкті, мысалы, мынандай бір тіреуге жаңағы қойған кезде, жаңа дененің ары-бері тербеліс жасауының көрінісі бізде математикалық маятник белгіленген. Енді екінші түрі ол серіппелі маятник. Серіппелі маятник, өздеріңіз көріп отырсыздар, жіптің рөлінде серіппе қолданылады екен. Бұның жүрісі толығымен жоғары төмен көтеріліп отырады екен. Енді математикалық маятник, жаңа айттым, созылмайтын салмақсыз, L ұзындығы бар, жіпке ілінген, ауырлық күшінің әсерінен тербеліс жасайтын математикалық нүкте идеалданған жүйені математикалық маятник дейміз. Міне математикалық. Енді осы жерде мына альфа дегеніміз ол ауытқу бұрышы, қаншалықты ауытқыды. Сол ауытқу бұрышын табуға болады. Ол үшін мына амплитудасын, мына жерде жаңа аралық амплитуда дедім, сол амплитудасын мына жіптің ұзындығына бөлсең, ауытқу бұрышы шығады екен. Ал енді кері қайтарушы күш артқа қарай, мына шарик мысалға ары-бері қозғалғанда кері қайтарушы күш ол теріс таңбамен беріледі, қарама-қарсы болғандықтан, ол mg синус ауытқу бұрышына тең болады екен. Ал жаңағы ол жоқшамен алған кезде mg көбейтілген жаңағы альфа бұрышы десек, онда альфа бұрышының орнына xl-ді қоямыз жоғарыда, сонда қозғалыс теңдеуі қарама-қарсы таңбадағы кері қайтарушы күші mg x бөлінген l формуласымен қайталанған анықталынады екен. Ал осы формуладан бізде жаңағы ауытқу бұрышының бәрін қойып жаңағы есептеген кезде бізде мынадай жаңағы циклдық жиілік шығады. Түбір астында G бөлінген L. Бұл циклдық жиілікке тең. Енді осы жаңағы математикалық маятниктің периодын табу болады. Ол үшін 2 пиді омегаға бөлеміз, бағана формуладан шығады. Және ол түбір астында 2 пи, түбір астында LG болады екен. Егер тура осыны жиілікке табатын болсақ, онда біз жаңағы 2 пи L бөлінген түбір астында G, бірақ осының бәрі бірдің астында кетеді екен. 1, 2 пи түбір астында L бөлінген
G болады екен. Яғни периодтың орнына осылай қоюға болады екен. Енді циклдық жиілікті табудың міне нақты формуласы міне шықты. G бөлінген L. Яғни ол еркін түсуіне тура пропорционал екенде циклдық жиілік. Ал арақашықтыққа жаңағы жіптің ұзындығына кері пропорционал екен. Бұл аты не болды? Циклдық жиілік. Өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Енді келесі маятнигіміздің түрі ол серіппелі маятник деп аталады. Ол М салмақсыз қатаңдық коэффициенті К-ға тең серіппеге ілінген қандай да бір дененің ары-бері жоғары маятниктің әсерінен жоғары төмен көтерілу процесі бізде осы серіппелі маятниктің қозғалысын береді екен. Оның периодын табу үшін жаңа айттық, біз қандай да бір массасы дене М дененің сол жаңағы пружинаның серіппенің қатаңдық коэффициентінің қатынасына тең. Енді осы жерден жиілікті де табуға болады. 1 бөлінген 2π турасында М бөлінген К екен балалар. Енді циклдық жиілікті табудың формуласы тура осыдан омеганың орнына 2π жаңағы Т периодтың орнына түрлендіретін болсақ, онда омегамыз циклдық жиілік турасында К бөлінген М. Бұдан не түсінуге болады? Бұдан яғни қатаңдық коэффициенті көбейген сайын оның циклдық жиілігі де көп болады екен. Ал керісінше массасы көп болған сайын циклдық жиілігі қайтып отыр екен, азайып отырады екен. Енді ауытқу бұрышы тура бағанағы сияқты, яғни X-тің L-ға қатынасы ауытқу бұрышын береді екен, кері қайтарушы күш осы формамен анықталады екен, қозғалыс теңдеуі осымен анықталады екен. Енді жаңағы бұрыштық жылдамдық дейді. Бұны жаңағы алдыңғы біз қисықсыздықта қолға көргенбіз. Омега бұл жаңағы фи мен Т-ның қатынасына тең. Ол 2π бөлінген Т-ға тең, немесе 2π ньюға тең. Енді мына жерде айтқым келген формула ол мына жылдамдықтың формуласы. Омега мен R-дің көбейтіндісіне тең, ал А-ның көбейтіндісі ол омега мен жаңа жылдамдықтың көбейтіндісіне тең екен балалар. Енді бұрыштық жылдамдықта радиан бөлінген секунд екенін айттық. Енді осы жерде сызықтық жылдамдық мысалға қарайық. Жылдамдық тең негізі S бөлінген Т, S бөлінген Т. Енді жаңа қисық сызықты қозғалыс немесе тербеліс жасаған кездегі қозғалысты қарастыру үшін 2π R-ға тең және периодқа қатынасына тең екен. Ал немесе нью ретінде жазатын болсақ 2π R ньюға тең. Ол тең болады омега R-дің көбейтіндісіне тең екен балалар. Бұлда омега R шығуының себебі 2π бөлінген нью, көбейтілген нью бізде нені береді екен? Омеганы береді екен. Сондықтан омега R болды. Ал енді үдеу осы жерден. Үдеуіміз ол омега квадрат көбейтілген R-ға тең, немесе омега көбейтілген жылдамдыққа тең екен. Енді ары қарай гармоникалық тербеліс дегеніміз не? Жаңағы синус пен косинус бұрышы арқылы берілген орындалатын тербелістер, осыны гармоникалық тербелістер дейді екенбіз. Осы жерде гармоникалық тербелістің негізгі теңдеуі бар. X тең xm косинус омега Т. X тең xm синус омега Т. Осы жерде қарастыратын болсақ, міне бағанадан бері омеганы айтып жатырмын, 2π Т-ға бөлінген Т-ға берілуі мүмкін. Енді xm дегеніміз ол максимал, сол тербелістің максимал амплитудасы. Ал x оның ығысуы екен. Сонда ол косинус және синус заңымен қайтеді екен, зерттеледі екен. Осыны біз гармоникалық тербеліс деп атайды екенбіз. Енді ары қарай кеттік. Енді гармоникалық тербелістер X-тің осы берілген теңдеудің бірінші туындысы бізде жылдамдықты береді екен.
және осы жылдамдық омега көбейтілген rx деп есептесек, сол x-тің орнына қойған кезде біздің жылдамдығымыздың формуласы минус омега xm синус омегаты қосылған фиді береді екен. Ал енді үдеу дегеніміз ол жылдамдықтың бірінші туындысы x-тің екінші туындысын береді екен. Ол минус омега квадрат xm косинус омегаты қосылған финалебой. Финалебой дегеніміз ол бастапқы фаза. Бастапқы фазаға тең екен. Енді осы тербелістің жаңағы екі түрлі энергиясын қарастыруға болады. Жалпы механикалық тербеліс жасаған кезде ол қандай да бір жылдамдықпен ауытқып қалғандықтан және қандай да бір биіктікке шыққандықтан немесе серіппемен ары бері көтерілгендіктен ол жерде кинетикалық және потенциалдық энергия түрі бар болады екен. Кинетикалық энергия жылдамдыққа байланысты өзгеретін энергия, ал потенциалдық энергия ол жаңағы серіппенің жаңағы ығысуына байланысты өзгеретін энергияны потенциалдық энергия, яғни серіппенің энергиясы. Осы жерде кинетикалық энергия mv квадрат бөлінген 2 болса, осы v квадраттың орнына бағанағы v-ның өзінің формуласын қойсақ, v омега a-ны мынаны қоямыз. Бірақ v квадрат болғандықтан бұлардың мәндері қандай болады екен? Жаңағы түрленіп, жаңағы не бойынша квадратталады екен. Сонда міне көрдіңіздер ме? Минус омега xm синус омегаты қосылған финалебой дегеніміз тура мына жылдамдықтың орнында қайтып тұр екен. Ал енді келесі мысалға жаңағы потенциалдық энергия kx квадрат бөлінген 2. Бұл осы потенциалдық энергия тура кинетикалық энергия түрінде беріліп тұр. Тек жаңағы косинус емес, жаңағы не бойынша синус альфаның бұрыштама ретінде көрсетіліп тұр. Енді жалпы толық энергия ол осы кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның тұрақты қосындысына тең, және ол тұрақты болады. Арға кеттік. Енді толқынның түрлері. Жалпы толқын дегеніміз не? Механикалық толқын Енді механикалық толқын дегеніміз. Механикалық толқын бізде жаңағы тербеліс сияқты толқын қандай да бір серпімді ортада таралатын толқынды біз механикалық толқын деп айтады екенбіз. Енді механикалық толқын екі түрге бөлінеді екен. Біреуі қума толқындар. Ал екіншісі бойлық толқын дейді, немесе көлденең толқын дейді. Ал қума толқын ол бойлық толқын, көлденең толқын ол көлденең толқын. Енді қума толқын жаңа бойлық толқын деп те айтылады, ол таралу бағытымен бағыттас таралатын толқынды біз не деп айтады екенбіз? Жаңа қума толқын деп айтады екенбіз. Ал көлденең толқын дегеніміз ол таралу бағытына перпендикуляр бағытта таралатын болса, онда оны көлденең толқындар деп атайды екенбіз. Енді қума толқын, көлденең толқынның түрлері, жаңағы көлденең толқын түрлері тек қатты заттармен жаңағы қатты, сұйық заттарда таралады екен. Ал қума толқын дегеніміз ол жаңағы қатты, сұйық және газ түріндегі барлық түрінде
тарала беретін толқындар екен. Енді бұның толқынның қасиеттері, толқындардың қасиеттері. Толқындар ең біріншіден энергия тасымалдайды екен. Екінші, зат бөлшектерін тасымалдамайды екен. Зат бөлшектерін тасымалдамайды екен. Енді үшінші қасиеті, толқындар шағылады екен. Және төртінші қасиеті, толқындар бөгеттерді орап өту қасиеті бар екен. Енді толқын ұзындығы дегеніміз не? Толқын ұзындығы міне таралған толқынның екі өркешінің ара қашықтығы толқын ұзындығы деп атайды екен. Лямбда толқын ұзындығы. Енді период деген бар. Период жаңағы толық бір қайталыққа кеткен уақыт дедім ғой бағана. Сонда тербеліс толық бір жаңағы орнына қайтып келетін аралық, осы аралық, мен сызып отырған аралық, бұл бір периодты береді екен балалар. Толық бір айналымға кеткен уақыт. Толық айналымға немесе тербеліске кеткен уақыт. Толқын ұзындығы метрмен өлшенеді екен, период секундпен өлшенеді екен. Енді толқынның жылдамдығы бар. Енді мынандай жаңағы оңай жаттау үшін формуланың түрін қарастырамыз. Мысалға қараңыздар, біз жалпы лямбданы S-ке теңестіруімізге болады, Т периодты уақытқа теңестіруімізге болады, және жылдамдыққа теңестіреді екенбіз. Енді осы жерде формуласы туындайды. S тең болады V көбейтілген Т дейтінбіз, иә? Енді лямбда тең V көбейтілген период деп айтуға болады. Оңай жаттау үшін, иә? Ары қарай кеттік. V-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлемін. Яғни V-ны табу үшін лямбданы Т-ға бөлуге болады екен. Үшінші жағдай, уақыт табу үшін S-ті V-ға бөлемін, ал периодты табу үшін лямбданы жылдамдыққа бөледі екен. Тура осылай жиілікпен де табуға болады. Мысалы, жиілік табу үшін бізде периодқа қарама-қарсы болғандықтан жаңағы жылдамдықты лямбдаға бөледі екенбіз. Иә? Ары қарай кеттік. Мысалға, екінші жағдайда периодқа қарама-қарсы болса, V тең лямбда көбейтілген ню екен. Үшінші, ню тең болады, V бөлінген лямбда екен. Оны қайталап жаздым ғой, не? Міне осылай бізде балалар жаңағы не деуші еді? Жаңағы берілген формула бойынша оңай жаттауға болады екен. Енді дыбыс дегеніміз не? Дыбыс балалар. Мысалға біздің құлағымыз қабылдайтын жаңағы осы серпінді ортада таралатын механикалық толқын бізде дыбыс беріледі екен, иә? Дыбыс, адамның құлағы, біз ести алатын дыбыстар 16 герцтен 20 000 герц аралығында бізде жаңағы құлағымыз қабылдайтын дыбыстар ести алады екенбіз, иә? Енді дыбыстың қаттылығы неге байланысты?
дыбыстың қаттылығы сол тербеліс жаңағы дыбысты жасап өткен тербелістің жаңағы амплитудасына, ең жоғарғы нүктесінің амплитудасына байланысты амплитудасымен анықталады екен. Және дыбыстың жылдамдығы да болады. Енді дыбыстың жылдамдығы деп айтатын себебіміз өйткені әртүрлі ортада дыбыс әртүрлі жылдамдықпен қайтеді екен, тарайды екен. Жылдамдық, орташа жылдамдық, дыбыстың орташа жылдамдық 340 метр секунд. Өлшем бірлігі, дыбыстың өлшем бірлігі децибел, ал бір белда 10 децибел бар екен. Өлшем бірлігі болса. Енді дыбыстың тоны. Дыбыстың тоны сол дыбыстың сол толқынның, механикалық толқын дедік қой, толқынның жиілігімен анықталады екен. Ал тембр дегеніміз сол дыбыстың бояуы екен. Яғни сапасы десе болады, тембр. Жаңа нәзік, құлаққа жағымды, дыбыстың бояуы тембр жақсы деп айтып жатамыз. Ал енді шу дегеніміз ол әртүрлі жиіліктегі дыбыстардың қабаттасуы деп атайды. Әртүрлі жиіліктегі дыбыстардың қабаттасуы деп атайды. Ал енді реверберация дегеніміз не? Реверберация дегеніміз дыбыстар таралған кезде қандай да бір бөгетті орап өту процесі, және сол дыбыстарды орап өту процесінің әсерінен оның дыбыстың өзгеруі реверберация деп атайды екен. Енді акустикалық резонанс дегеніміз. Акустикалық резонанс, яғни жиілігімен анықталады. Сыртқы жүйенің меншікті жиілігі мен дыбыс толқындарының меншікті жиіліктің екеуінің бір-біріне теңесуінің әсерінен амплитудасы күрт өссе, осыны біз акустикалық резонанс деп атайды екенбіз. Ал жаңғырық дегеніміз не? Жаңғырық дегеніміз мысалға шыққан дыбыстардың, толқындардың немесе дыбыс толқындары ғой, дыбыс толқындарының қандай да бір бөгетке соғылып, қайта естілуі. Қайта естілуі жаңғырық деп атайды екен. Енді эхолокация дегеніміз не? Эхолокация мысалға қандай да бір дыбыс толқындарын жіберген кезде бір жердің ара қашықтығын анықтау үшін осы тәсілді пайдаланады. Мысалға эхолокация, мысалға тұрған жерінен дыбысты қоя бересің. Содан кейін осы тарап бара жатқан дыбыс қандай да бір бөгетке соғылады да қайтадан дыбыс шыққан неге барып қабылданады екен. Осы аралықта бізде осы қанша қашықтыққа жүрді табу үшін, осы арақ табу үшін жаңағы сол максимал кеткен қашықтықты, яғни уақытты екіге қайтеді екенбіз. Негізі қашықтық екіге бөлінеді екен. Енді осы жерден мынандай В көбейтілген Т бөлінген 2, осы жерде Т бөлінген 2 дейді. Яғни 4 секундта құлағыңа қайтын естілетін болса, мына көзіне қайтып келсе, дыбыс шыққан көзге, онда соны 2-ге бөліп жіберсек, 2 секунд жаңа уақыт аралығында ара қашықтықты бізде есептеп бере алады екен. Енді инфрадыбыстар дегеніміз не? Бағана мен айттым, адамның құлағы
16-тан 20 мың герц аралығында жаңағы қабылдайтын болса, сол 16 герцқа дейінгі жиілікті толқындар инфрадыбыс толқындар деп атайды екенбіз. Ал енді ультрадыбыс толқын дегеніміз, ол жаңағы 20 мың герцтан артық, яғни адам құлағы қабылдамайтын артық жиілікті толқындар. 20 мың герцтан артық жиілікті толқындарды біз ультрадыбысты толқындар деп атайды екенбіз. Міне осымен біз бүгінгі тақырыпта жаңағы дыбыстар, толқын қасиеттері, энергия, гармоникалық тербелістер, циклдық жиілік, серіппелі және математикалық маятник, және период, жиілік және тербелістердің түрлерін қарастырдық. Олай болатын болса, сау болыңыздар.